لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينه الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وما بعد. الدرس الثاني бізде 3-ші томның 2-ші дәрісі. Бұнда мәтін келген. Ал-мударрису мұғалім айтады: Айна хамидун. Хамид қайда? Файсал айтады: Саяти. Саяти дегені жердегі са, яғни болашаққа дәлел болады. Алла уақытта келеді. Ба'да қалилин, яғни шамал уақыттан кейін келеді. Иншааллах дейді. Раайтуху, мен оны көрдім дейді, яғни Хамидті көрдім. Ва хуа ядхулул хаммама. Мен оны көрдім дәретханаға кіріп жатқан жағдайда. Бізде бүгін талдайтын тақырыптардың бірі ва хуа ядхулу ал-хаммама деген сөйлемге ұқсас уаул хал деп айтады. Осы тақырыпты бүгін иншалла талдайтын боламыз. Кейін мұғалім айтады: ва айна Хамзату. Хамза қайда? Файсал айтады: хараджа минал фасли. Кластан шығып кетті. Ва хуа яхмилу кутубаху. Ол өзінің кітаптарын арқалаған жағдайда. Азунну аннаху. Расында мен оны ойлаймын. Раджа'a илал махжа'i. Махжа деген бізде жатақханаға қайтып кетті деп ойлаймын дейді. Муауия айтады: Руайтуху ва хуа ядхулул мустаусафа. Мен оны дәріханаға кіріп жатқан жағдайда көрдім дейді. Ал-мустаусаф бізде дәріхана. Лааллаху маридун. Ол сырқат тәрізді, немесе ол сырқат деп үміт етемін дейді. Осы жерде лаалла деген тақырыпты иншалла бүгін де талқылайтын боламыз. Мұғалім айтады: шафахуллах. Шафа деген бізде шипа берілді, яғни ол өткен шақтағы етістік. Бірақ та өткен шақтағы етістік кейбір уақыттарда болашаққа дәлел болуы ықтимал. Оны иншалла бүгін тоже талқылайтын боламыз. Шафахуллах, Аллах азза ва жал оған шипа берсін дейді. Мата ража'тум мин Макката я ихвану. Меккеден қашан қайтып оралдыңдар, ей бауырлар дейді. Файсал айтады: ража'на маса'a амси. Кеше түнде қайттық дейді. Харажна мин Макката ва шамсу таттулу. Яғни күн шығып жатқан уақытта біздер Меккеден шығып кеттік дейді. Уасална таибатат тайиба. Таибатат тайиба деген бұл Медина қаласының бір атауларының бірі. Таибатат тайиба яғни өте жақсы көркем болған қала деген сияқты. Нұрланған, немесе Әл-Мәдинатул Мунаввара деп айтады, нұрланған Медина. Және де Мединаның бір аттарының бірі Таибатат тайиба. Уасална таибатат тайиба, яғни Медина қаласына жеттік деп жатыр. Уаннасу яхруджуна минал масджидин набауи бa'да салати зухр. Яғни зухр намазынан кейін адамдардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мешіттен шығып жатқан уақытта, яғни сондай жағдайда біз Медина қаласына жеттік дейді. Кейін мұғалім айтады: тақаббалаллаху умратакум. Осы жерде тақаббала деген бұл жерде өткен шақтағы етістік, бірақ та бұл алдағы уақытқа дәлел болады. Тақаббалаллаху умратакум, яғни Аллах тағала сіздердің умраларыңызды қабыл етсін дейді. Студенттер айтады: амин. Кейін мұғалім айтады: иқра ал-хадис ал-мактуба аля-сабурати я Муауияту. Ей Муауия, тақтада жазылған хадисті оқы дейді. Кейін Муауия яқифу ва яқрау. Кейін орнынан тұрады да оқып бастады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кейін мұғалім айтады: иқра ва анта жалис. Отырған жағдайда, немесе отырған халде оқи бер дейді. Кейін Муауия айтады: уриду ан ақраа ва ана вақиф. Мен оны тұрған жағдайда оқығым келеді, немесе оқуды қалаймын. Кейін мұғалім айтады: кама ташау. Кама ташау яғни өзің қалағандай, өзің қалағаның болсын дейді. Кейін Муауия тақтадағы хадисті оқып жатыр. Ан Джабирин радияллаху анху қал. Джабир радияллаху анхудан жеткен хадис, ол кісі айтты: атайтун набия саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келдім дейді. Ва хуа фил масджиди. Ол кісі мешітте болған жағдайда. Фақала. Ол кісі айтты, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: салли рак'атайн. 2 рак'ат намаз оқы дейді. Муттафақун алейх. Муттафақун алейхи десе біздер, яғни Бухари және Муслимде келген хадисті түсінеміз. Кейін мұғалім айтады: ашраху лакум ад-дарс ал-ана. Мен қазір сендерге дәрісті түсіндірем. Фасмау. Тыңдаңдар дейді. Ва ла тактубу шей'ан. Ештеңе жазбаңдар. Ва ана ашрах. Мен түсіндіріп жатқан жағдайда еш нәрсе жазбаңдар дейді. Тәти ал-вау. Бізде вау әрпі келеді
лимаанин касиратин, көптеген мағыналарда келеді. Минха, яғни сол мағыналардың бірі ал-атф, яғни байлау, бір нәрсеге байлау. Наху, мысалы, хараджа Зубайру ва Хамидун, Зубайр және Хамид шығып кетті. Осы жерде шығу деген іс-әрекетті істеп жатқан Зубайр және Хамид. Зубайр шығып кетті, және онымен бірге Хамид та шығып кетті. Хамидті осы іс-әрекетке байлады. Дарасна ал-яума, бүгін оқыдық біздер ас-сирата вал фиқха, сираны және фихты оқыдық. Акалту ва шарипту, жедім және іштім. Ва минха, және осы ваудың түрлерінің бірі ал-қасам. Қасам дегеніміз яғни ант ішу. Наху, мысалға, валлахи ма раайтуху, яғни Аллахпен ант етемін, мен оны көрмедім. Ваул қасами min хуруфил жар, яғни ваул қасам бізде харф жарлардың бірінен саналады. Яғни одан кейін келген есі, міне Аллах деген сөз, бұл не болады? Касралы болады. Ва минха, және осы ваудың түрлерінің бірі ал-хал, яғни хал деген бізде бір жағдай. Наху, мысалға, жаңа хадистегідей, атайту набия саллаллаху алейхи вассалам ва хуа фил масджид, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келдім деп жатыр. Ол кісінің жағдайы қандай болды? Пайғамбарымыздың ва хуа фил масджид, мешітте болған жағдайда. Әй, яғни мен жерде түсіндіріп жатыр, халя каунихи фил масджид, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жағдайы ол кісі мешітте болды. Раайту ал-хасана, Хасанды көрдім, оның жағдайы қандай еді? Ва хуа яхруджу минал мақсиф, мақсиф деген бізде буфет болады. Буфеттен шығып жатқан жағдайда, яғни сол халде мен Хасанды көрдім деп жатыр. Әй, яғни мен түсіндіріп жатыр, халя хуруджихи минху, сол буфеттен шығып жатқан жағдайда. Ва илайкум амсилатан ухра ли вауил хал, яғни осы вауил хал тақырыбына басқа мысалдарды сендерге беремін, осыны алыңдар деген мағына. Илайкум деген яғни алыңдар осы мысалдарды, амсилатан ухра, басқа мысалдарды алыңдар, осы вауил хал мәселесіне байланысты. Кейін міне ұстаз басқа мысалдарды келтіріп жатыр. Мата аби ва ана сағир, мен кішкентай болған халде, яғни менің кішкентай кезінде әкем қайтыс болды. Екінші мысал, дахалтул масджида, мешітке кірдім, қандай жағдайда? Вал имаму яркау, имам руку қылып тұрған жағдайда. Үшінші мысал, ла таъкул ва анта шаб'ан, яғни осы тойған жағдайда, қарның егер тоқ болып тұрса, сондай халде ла таъкул, тамақ жеме деп жатыр. Кейін ұстаз айтады, лааллакум фахимтум, яғни сендер түсінді деп мен үміт етемін деп жатыр. Хатил ана мисалан, қазір мысалдарды келтір. Ливауил атфия айюб, ей айюб атф вауына мысал келтір деп жатыр. Айюб айтады, захабту иля суқи ваштарайту ашияа, базарға бардым, ваштарайту және сатып алдым, ашияа, заттарды. Кейін біздер қазір ашияа деген сөзді талқылайтын боламыз. Кейін мұғалім айтады, ахсанта, жарайсың. Хати мисалан ли вауил қасами я Муауия. Я Муауия вауил қасамға мысал келтір дейді. Муауия айтады, валлахи ма ғибту қатту. Қатту деген ешқашан деп аударылады. Мен ешқашан ма ғибту, сабақтан қалмадым дейді. Мұғалім айтады, ахсанта, жарайсың. Хати мисалан ли вауил хали я Файсал. Ей Файсал, вауил халға мысал келтір дейді. Файсал айтады, дахалтул масджида, мешітке кірдім мен, уал имаму яхтуб, имам хутба қылып жатқан жағдайда дейді. Кейін мұғалім айтады, ахсанта, жарайсың дейді. Хати мисалан ахара я Юнус, ей Юнус, басқа мысал келтір дейді. Юнус айтады, талаптул илма ва ана кабир, мен жасым үлкен болған жағдайда білім талап қылдым дейді. Кейін мұғалім айтады, ахсанта, жарайсың. Я Убайдаллах, узгур аятан фиха вауил хал. Я Убайдаллах, узгур аятан фиха вауил лил хал. Яғни, ей Убайдулла дейді, бізге Құраннан бір аят келтір, вауил халге байланысты дейді. Убайдулла айтады, аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим. Инналлазина кафару ва мату ва хум куффарун улаика алейхим ла'натуллахи вал малаикати ван наси аджмаин. Аудармасына келетін болса, инналлазина кафару, сондай-ақ күпірлік келтіргендер, ва мату, және өлгендер қандай жағдайда? Ва хум куффарун, олар имансыз болған жағдайда. Улаика алейхим ла'натуллах, яғни оларға Аллахтың уәл мәләика, және періштелердің және адамдардың бүткілінің лағнеті болады дейді. Кейін мұғалім айтады, айна вауил хали фи хазихил ая, бұл аяттағы вауил хал қайсысы дейді. Убайдулла айтады,
في قوله تعالى وهم كفار. Yani وهم كفار. Олар имансыз болған жағдайда өлсе дегені осы ваул халға жатады дейді. Кей мұғалім айтады ахсанта, жарайсың дейді. Бақия саласу дақаиқа, бізде 3 минут қалды дейді. Фахал мин суал, сендерде сұрақ бар ма дейді. Бүгін иншалла фахал мин суалин деген сөз талқылайтын боламыз. Муауия айтады наам, иә, ладайя суалун, менде сұрақ бар. Ма мағна әл-хурум фи қаулихи та'ала, Аллахтың сөзіндегі хурум деген сөздің мағынасы қандай дейді. Yani mına ayatı keltirip atır. Ya eyyuhellezine amenu la taqtulu's-sayda ve entum hurum. Ey iman keltirgen deydir. La taqtulu's-sayda ve entum hurum. Yani аңды өлтірмеңдер, сендер ихрамда болған жағдайда дейді. Кейін осы жерде мұғалім жауап беріп атыр. Ма'наха, yani осы жерде хурум деген сөздің мағынасы мухримун, yani ихрамда болған жағдайда. Муфрадуха харамун. Yani жаңа аятта келген хурум деген сөздің жекешесі харамун болады. Муауия айтады жазакаллаху хайран. Кейін яриннул жарас, қоңырау соғылады. Ва яхруджул мударрису, мұғалім шығып бара жатыр. Ва хуа яқулу, және ол айтып жатыр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Yani ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деген сөзді айтқан жағдайда мұғалім шығып бара жатыр дейді. Біздегі мәтін осы, кейін осы мәтінде талқылаймыз деген мәселелер бар. Сол мәселелерді талқылап көреміз. Ол үшін біздер шархқа, яғни түсіндірмеге қайтамыз. Ад-дарс ас-сани, яғни екінші сабақтың бізде түсіндірмесінде ваул хал келген. Ваул хал дегеніміз не ол? Хия, межелеміне түсіндіріп жатыр. Хия ол дегеніміз аллати ясиху қу'у из дейді. Яғни из деген сол кезде, сол сәтте деп, яғни сол мағынаға сәйкес келеді. Az-зарфияти мауқи'аха. وتدخل على الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية التي فعلها ماض. Бұл қандай сәтте болады десе, бұл تدخل على الجملة الاسمية. Бұл есімдік сөйлеміне кіреді, ау немесе الجملة الفعلية. Етістік сөйлеміне кіреді. Қандай етістік сөйлемі? التي فعلها ماض. Оның етістігі өткен шақтағы етістік болатын болса. Ваул хал бұл харф. Yani бұл әріп болады. مبني على الفتح. Yani ва деп, yani фатхаға әрдайым қатып қалған болады. La mahalla lahu min al-i'rab. Yani оның грамматикалық талдауда ешқандай орын жоқ. Wa la amala lahu. Оның ешқандай жұмысы жоқ. Al-amthila, мысалдар. Jaa al-mudarrisu. Мұғалім келді. Wa, міне кейін wa деп міне фатхалы болады. Wa huwa yadhaku. Ол күлген жағдайда келді дейді. Осы жерде wa huwa yadhaku деген кезде бұл жүмләтул фи'лия кірді, яғни етістік сөйлемі, және етістік сөйлемі бұл жерде қалай болды? Өткен шақта болды. Жаа ал-мударрис. Немесе хаджажту ва ана сағир. Мен кішкентай болған кезімде хадж қылдым. Осы жерде хаджажту өткен шақтағы етістік. Дахалтул масжида, мешітке кірдім. Ва насу юсаллун. Адамдар намаз оқып жатқан сәтте мен мешітке кірдім дейді. Немесе васаллайту. Немесе басқа сөйлем, васалту Макката, Меккеге жеттім, вақад ғарабати шамсу, күн батып кеткен сәтте дейді. Енді осы жерде әл-жүмләтул ләти тахта хат, яғни асты сызылған сөйлемдердің барлығы фи махалли насбин хал, яғни олар насб жағдайында болады, яғни фатхалы жағдай жалпы, және олардың грамматикадағы орны хал болады. Яғни бізде халдің грамматикадағы орны негізі асылы фатха жүзінде болады. Бірақ бұл жерде сөйлем түрінде кеп тұр. Кейін біздегі мәселе келген лаалла деген нәрсе. Лаалла деген бұл үміт ету. Бұл харфу насих, яғни өзгертеді, яғни есімдік сөйлеміне кіреді. Бұл иннаның сестраларының бірі, яғни инна қалай жұмыс жасайды, бұл лааллада дәл солай жұмыс жасайды. Мен ахавати инна, яғни бұл иннаның сестраларының бірі. Янсибул исм, яғни бұл есімдік сөйлеміне кіреді, және янсибул исм. Мубтаданы бізде асылға, мубтада негізі оны харакаты домма ғой, бірақ мубтаданы фатхалы қылады. Янсибул исма, яғни бұл есімдікті фатхалы қылады. Ва ярфаул хабар, ал хабарды доммалы қылады. Ва лаху ма'наян, оның екі мағынасы бар. Біріншісі ат-тараджи, яғни үміт ету бір нәрсені. Наху мысалға лааллаху би хайр. Ол жақсы деп үміт етеміз. Ай арджу ай якуна би хайр, яғни мен үміт етемін, оны жақсы деп. وَنَحُوا لَعَلَّكَ نَاجِحْ. Yani немесе басқа мысал, لَعَلَّكَ نَاجِحْ, yani сен жеңіске жетесің, немесе сен имтиханнан өттің деп үміт етеміз.
екіншісі әл-ишфақ, яғни бұл бір нәрсеге жан ашу немесе бір нәрсеге қорқа қарау. Наху мысалға лааллаху марид, яғни ол сырқат тәрізді. Осы жерде әй мағынасы ахша айякуна маридан, мен оны сырқат деп қорқамын, яғни оның сырқат болуынан қорқамын. Ва наху және де лааллака расиб, яғни сен имтиханда құлап қалған тәріздісің. Ва минху қаулуху, немесе Наби саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келеді, лаалли ла ахаджу бa'да ами хаза, яғни ол кісінің соңғы өмір уақытында сахабаларына айтқан кезде лаалли ла ахаджу бa'да ами хаза, яғни мен осы жылдан кейін хадж қылмайтын сияқтымын деген сөзі бар. Кейін илайкум деген сөз келді. Илайкумның мағынасы исму фи'л амрин, яғни бұл өткенде біз бірінші дәрісте грамматикада етістікке де есімдікке де жатпайтын сөздерді өттік, иә? Бұл солардың бірі, исму фи'ли амрин. Бірақ бұл бұйрық жағдайында болады. Лианнаху наба анил фи'ли хузу. Хузу деген глаголдың орын алып тұр. Яғни хузу деген бізде алыңдар деген бұйрық райы. Илайкум деген дәл сол мағына. Яғни мен жерде кеп тұр, міне арафна сабиқан, біздер бұрында білдік деп жатыр. Анна исмал фи'ли янубу анил фи'ли фи заманихи. Яғни исм фи'л ол етістіктің орнын ауыстырады. Ва ма'наху ва амалаху, яғни оның мағынасында ісінде ауыстырып кетеді. Фа қаулуна, яғни біздің мысалға осы айтатын болсақ, илайкум амсилатан ухра, яғни осы басқа мысалдарды алыңдар деген мағына. Илайкум амсилатан ухра деген сөздің мағынасы. Илайкум деген осы жерде міне исму фи'ли амрин деп айтамыз. Мабниюн ала сукун ла махала лаху минал и'раб болады. Амсилатан болса маф'улун бихи болады. Яғни хузу деген сияқты. Маф'улун бихи мансуб ва аламату насбихи аль-фатха аз-захира болады. Яғни бұл нәрсеге қатты басты қатырып ойланып керек емес, өте жеңіл нәрсе. Кейін бізде ашия деген сөз келді. Ашия деген бұл шайун деген нәрсенің көпше түрі, яғни нәрселер. Бұл ашия деген нәрсе мамнуун минас-сарф болады. Исмун мамнуун минас-сарфи ли'иллатин вахида. Яғни бұл белгілі бір себеп үшін қана, бұл не? Яғни белгілі бір ауру болған үшін бұл мамнуун минас-сарф болады. Ол қандай себеп, немесе ол қандай ауру десе, аннаху махтумун би алифи ta'нис al-mamduda. Яғни бұл созылған алифпен, женский родтағы созылған алифпен не болады? Бітілген сөз болады. Яғни окончаниясы сондай. وقد حذفت منه الهمزة تخفيفا. Яғни бір жеңілдету үшін, тілге жеңіл болу үшін оның хамзасы өшірілген. Из аслуху, ал оның негізгі асылы қандай еді? Ашияу еді. Осы жерде не болды? Хамзасы өшіп қалды. Мен жердегі хамза өшіп қалды. Не үшін? Тілге ауыр болған үшін, тілге жеңіл болу үшін ашия деп өзгертілді. Демек бұның формуласы аля уазни аф'ила негізі. Ашия деген аф'ила формуласында. Өткенде біздер екінші томда мамнун минас-сарфтың тақырыбын талқылаған кезде аф'ила деген формуладағы сөздер мамнун минас-сарф болады деп айттық. Яғни олар не? Тәнуин қабылдамайды. Тәнуин не? Қабылдамайды. Мысалға ағния, астиқау, ағнияу деп тек қана доммамен болады. Кейінгі мәселе әл-фи'л мади аллази юфиду дуа. Яғни бізде өткен шақтағы етістіктер болуы мүмкін, және осы өткен шақтағы етістіктер бұлар өткен шақтағы етістікке емес, бәлкім дұғаға дәлел болады. Мысалға шафахуллах. Осы жерде шафа деген сөз бұл өткен шақтағы глагол негізі. Бірақ бұл дұғаға дәлел болады. Яғни шафаху фи'л мади бұл өткен шақтағы етістік. Лафзан, яғни айтылған кезде ғана, ләкиннаху мустақбалун фил ма'на, бірақ ол болашаққа дәлел болады. Фахуа юфиду дуа, ол дұғаға дәлел, яғни Аллах оған шипа берсін болашақта, я. Вал фи'л мади аллази юфиду дуа юнфа билан нафия. Кейін дұғаға дәлел болатын глагол бұл лан нафиямен де оны қолдансақ болады. Мысалға ла шафахуллах, яғни Алла оған шипа бермесін деген сияқты. Кейін бізде келген мәселелердің бірі мен аз-заида, яғни харф жар мин деген бізде нәрсе бар ғой. Осы мин деген нәрсе қосымша болып келеді. Ол қандай жағдайда десе, такуну мин заидатан би шартайн,
Егер екі шарт жиналатын болса, онда бізде мин деген нәрсе ол заида, яғни қосымша артық болған нәрсе болады. Қосымша, яғни артық болған нәрсе болады. Бірінші шарты ан ясбиқаха нафюн ау нахюн ау истифхам. Яғни осы миннің алдында нафи, яғни қайтарма сөз келу керек, немесе нахи, тыйым сөз келу керек, ау истифхам, немесе сұрақ есімдігі келу керек. Мысалға хәл деген сияқты. Екінші шарты ан якуна мажруруха накира. Кейін осы миннен кейін келетін есімдік ол накира болу керек, яғни алифлам ода болмау керек. Фаидату, яғни ол миннің не пайдасы бар, оны артық нәрсе қылғаннан десе, оның пайдасы таукид, яғни бір нәрсені толыққанды күшейтпелі шырайда қолдану. Мысалға Құранда келеді: ма жаана мин баширин. Яғни бізге ешқандай адам келмеді, бізге пайғамбар келмеді деген сияқты. Бұл жерде бізде мин заида, яғни артық, қосымша болған нәрсе. Ма жаана, осы жерде міне нафи келді. Ма деген, емес деген, яғни келмеді. Ма жаана, бізге келмеді. На меше деген, на бұл дамир мұттасил болады, яғни бізге келмеді мин баширин, яғни баширун деген. Асыл бұл жерде баширун бұл кергеді. Бірақ бұл жерде мин келді. Бұл не нәрсеге дәлел болады, яғни күшейтпелі шырай. Бізге ешқандай адам келмеді. Немесе ла тазлим мин ахад, ешкімге зұлымдық қылма. Осы жерде міне нахи келді. Немесе сұрақ кейпінде келетін болса, хәл мин раджулин индака, яғни сенің жанында бір кісі бар ма? Осы жерде хәл міне не истифхам келді. Кейін жерде міне мин не болды? Күшейтпелі шырайда келіп тұр. Одан кейінгі есім міне не болды? Накира болды, яғни алифламсыз. Немесе мағаба мин талибин, ешқандай студент сабаққа келмей қалмады, яғни бәрі келді. Осы жерде міне нафи келді. Одан кейін міне мин келді. Миннен кейінгі есім не? Алифламсыз болды. Демек бұл не болады? Қосымша келген мин болады. Ал-мағна, яғни мағнасы, яғни ол қандай мағнаны білдіреді деп сұрақ қойылса, мысалға мағаба мин талибин десек, ай ат-та'кид аля умумил хукми ва шумулихи ли кулли фардин. Яғни қысқаша айтқан кезде ешқандай студент сабаққа келмей қалмады, барлығы келді деген мағына болады. Кейін бұны грамматикалық талдауда қалай істейміз десе, міне ма дейтін бұл не болады? Мысалы, мағаба мен талибинді грамматикалық талдау жасайтын болсақ, ма бұл харфу нафин мабниюн ала сукун ла махалла лаху минал i'рабат. Яғни бұл сукунге қатып қалған, оның грамматикада орны жоқ. Яғни ол бастауыш емес, баяндауыш емес, я. Ғаба деген нәрсе бұл фи'л мади, өткен шақтағы етістік, мабниюн ала фатх. Бұл фатхаға қатып қалған болады. Кейін мин бұл харфу жар, заид, қосымша, мабниюн ала сукун болады. Талибин бұл не болады десе, бұл исм мажрур болмайды. Бұл не болады десе, бұл фа'илун марфу' ва аламату раф'ихи ад-дамма ал-муқаддара. Мана'a min zuhuriha ishti'al al-mahall. Яғни бұл адамның ойынша негіз дома болады, бірақ тілде касра болады. Не үшін? Себебі миннен кейін келген себепті. Демек бізде міне қад якуну мажруру мин фа'илан. Миннен кейін келетін есімдік, яғни миннің есімдігі ол фа'ил болып келуі мүмкін. Мысалы, жаңа жоғарыда біз айтып кеткен мағаба мен талибин деген мысал сияқты фа'ил болып келуі мүмкін. Яғни миннен кейін келетін есім. Немесе маф'улун бихи болуы мүмкін. Мысалға ла тазлим мин ахад, яғни ешкімге зұлымдық қылма деген кезде мынау ахад деген не болады? Негізі маф'ул бихи болады. Лианна ал-асла, негізі асыл ла тазлим ахадан. Немесе мубтада болуы мүмкін. Мысалға хәл мин суалин, оның асылы қандай? Хәл суалун индакум. Суалин деген бұл жерде не болады? Мубтада болады. Осы жерде мин бұл не болады? Заида, яғни қосымша келіп тұрған нәрсе. Оның келудегі мақсаты ол бір сөйлемді күшейтпелі шырайда қолдану. Кейін бізде тақырыпта лада деген нәрсе келді. Лада деген мағынасы зарфу маканин му'раб. Яғни бұл зарф макан деген, яғни бір белгілі бір мекенге байланысты айтылатын сөз тіркесі. Және бұл му'раб болады, яғни харакат өзгереді. Ва би мағна, яғни ол дегеніміз мағынасы инда, яғни жанында деген мағына. Яғни сол нәрсенің алдында деген сияқты. Мысалға ваджаттул қалама лада зайдин, яғни қаламды таптым зайттың жанында, немесе зайтте таптым. Енді осы жерде туқлабу алифуха яан. Осы жаңа бізде лада деген кезде осы соңындағы алиф яға айналады. Қай кезде? Яғни идафатиха иля дамир.
егер дамирге қосатын болсақ, мысалға маза ладайка, сенің жаныңда не нәрсе бар? Осы жерде ладай еді, ладайка деп яға айналды қай кезде? Дамирге қосылған кезде. Және Құранда аят бар: «Валадайна китабун янтиқу бил хақ». Яғни бізде сондай бір кітап бар, янтиқу бил хақ. Ол хақпен сөйлейді деген сияқты. Иғрабы қандай болады? Яғни грамматикалық талдауы қандай болады десе, мысалы ладайя қаламун десе, ладайя зарфу макан мансуб болады. Яғни фатхамен. Мансуб би фатхамен муқаддаратун. Яғни муқаддара болады. Мана'a min zuhuriha at-ta'azzur. Ва хуа мудаф. Және ол мудаф болады. Ладайя деген кезде ял мутакаллим не болады? Ял мутакаллим фи махалли жарри мудафун илайхи. Ол жар жағдайында болады, және ол мудафун илайхи болады. Және ладайя деген шибхул жүмлә болады, яғни жүмләға ұқсас, яғни жүмлә исмия да емес, фи'лия да емес, бірақ ұқсайды, я. Ва шибхул жүмлә ладайя фи махалли рафин хабар муқаддам болады, яғни алдыға шығып кеткен хабар болады. Мубтада болса қаламун болады. Міне қаламун мубтадаун муаххар, яғни кешігіп келген мубтада. Марфу'ун ва аламату рафихи ад-дамма аз-захира. Және ол марфу', яғни дамма жағдайы, ва аламату рафихи, оның раф'ын белгісі дамма, ашық анық болған дамма болады. Кейінгі келген мәселелердің бірі ал-жам'у аля сиғати мунтаха ал-жуму'. Яғни бізде мунтаха ал-жуму' деген бізде кішігірім тақырып бар. Сиға деген яғни бір қолданыс немесе бір түрі деп айтамыз, немесе әдіс деп те айтсақ болады. Сиғату мунтаха ал-жуму' лаха аузанун кафира. Бізде сиғату мунтаха ал-жуму' дегеніміз, және бізде сиғату мунтаха ал-жуму'тың формулалары көп. Қандай формулада десе, мысалы мафа'ил деген формулада болады, фауа'ил деген формулада болады, фая'ил деген формулада болады, немесе фа'аил деген формулада болады, немесе мафа'ил формуласында болады. Соған ұқсаған. Енді мунтаха ал-жуму'дың мағынасы не десе, яғни нихаятул жама', қандай да бір белгілі бір сөздің көпше түрдегі түрі. Я? Ва хазиги сиға, және бұл түр мамну' мин ас-сарф. Мамну' мин ас-сарф болады. Мысалға масаджида. Осы жерде бұл жекеше түр масджид. Және көпше түрде масаджид болады. Демек, масджид деген сөздің көпше түрі масаджид, және ол мафа'ил формуласында, демек бұл не болады? Мамну'ун мин ас-сарф болады. Немесе хаватим, жекеше түрі хатим. Немесе саяриф, я? Немесе сахаиф, немесе масабих, немесе масабих, я? Осы сөздердің барлығы қандай формулада? Мафа'ил, немесе мафа'ил, соған формулада тұр. Енді, إذا جاء الاسم المنقوص على صيغة منتهى الجموع عُمِلَ معاملة الاسم المنقوص المفرد. Яғни бұл жерде айтылып жатқан нәрсе, егерде исмул манқус осы сиға мунтаха ал-жуму формуласында болса, біздер исмул манқустың не екенін алдыңғы сабақтарда айттық. Енді сол исмул манқус болған сөздер көпше түрде осы сиғатул мунтаха ал-жуму, яғни манаға айтып өткен мафа'ил, немесе фауа'ил, немесе фая'ил, немесе фа'аил, немесе мафа'ил формуласының бірінде болатын болса, онда ол умиля муамалатал исмил муфрад манқус ал-муфрад. Яғни онда ол жекеше түрдегі исмул манқустың суретіндегідей болады. Яғни қалай десе, фатухзафу я'уху раф'ан. Рафа жағдайында я әрпі өшіріліп қалады. Және жар жағдайында да ясы өшіріліп қалады. Ва юнаввану танвинун ивад. Яғни оның орнына, мана өшіп кеткен яның орнына танвин келеді. Мысалы, лилвауи маанин каthира деген сөйлем. Я? Осы жерде маани еді негізі. Түсінікті ма? Енді осы жерде маанинің грамматикалық талдауы қандай десе, ол мубтада марфу' болады, мубтада жағдайында тұр. Ва аламату рафихи ад-дамма ал-муқаддара. Дамма муқаддара болады. Не үшін? Алал я'ил махзуфа. Өшірілген яның үстіндегі дамма муқаддара болады. Яғни подразумевающий дамма болады. Себебі ол исмул манқус көрінісінде тұр. Осы жерде маанин деген кезде танвин, нин деген. Ва танвину ивадун анила ал-махзуфа. Өшіріліп кеткен яның орнына осы танвин келді.
Немесе иштаракту фи навадин сақафия. Навад деген бізде жиналыс, сақафия деген яғни мәдени. Мәдени жиналысқа қатыстым. Осы жерде навадин исм мажрур болады. Фи себепті. Ва аламату жаррихи аль-фатха аль-муқаддара. Фатха муқаддара болады. Не үшін? Себебі бұл негізі асыл навади және ол мафаил формуласында. Демек ол мамну мен ас-сарф болады. Түсінді ма? Сондықтан бұл жерде аламату жаррихи оның жарының белгісі фатха деп айттық. Себебі бізде мамну мен ас-сарфта исм мажрулер не болады? Оның белгісі фатха болады деп айтып кеттік. Демек аламату жаррихи аль-фатха аль-муқаддара аля лия il-махзуфа. Өшіп кеткен яның үстіндегі фатха муқаддара болады. Подозревающий фатха болады. Ва танвину лил-ивад. Ал танвин бұл жерде не? Заменяющий болып келді. Немесе ишту лаяли саидатан. Түндерімді бақытты өткіздім. Осы жерде лаяли не болады? Маф'улун бихи мансуб ва аламату насбихи аль-фатха аз-захира болады. Демек тек қана бұл не? Насб жағдайында ашық болады. Біздер бұны исм манқустың жағдайында айтып кеткен болатынбыз. Бізде қысқаша түсініктемесі осы. Жақсылап мән беріп, жақсылап түсініп аламыз. Аллаху а'ла, а'лам.